Сенің дәрежеңді Алла көтерем десе, сенің дәрежеңді ешкім түсіре алмайды. Сенің дәрежеңді Алла Тағала төмендетіп жіберсе, қаншама адамзат қосылам десе де, көтерем десе де көтере алмайды. Астында қалдырған пікірлерді қарап отырсам, ең көп таралғаны, және сіздердің өздеріңнің алдарыңызда да кездескен шығар, осы аят. Алла кімді адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды, ал кімді тура жолға салса, оны адастыра алмайды деген аят. Мен осы аятқа қарап, жастар қалай ойланбайтынын түсінбеймін. Басқасын қояқшы, енді толып жатқан қателік көп, ал мына аятқа қарап көбісі түсіну керек деп ойлаймын. Өзі адастырып тозаққа тастаса, өзі дұрыс жолға салып жұмаққа алып барса, онда қандай сынақ, онда қандай әділеттілік, мен мүлдем түсінбеймін. Жастардың саналары уланғаны соншалық, осындай элементар нәрселерге күмән келтіріп сыни ойлай алмайды. Ал кішкене сыни ойлап күмән келтіріңдер десем, ойлануға қорқады.